Бізде мұнда қазір кляарға батырып қуыратын боламыз. Суши нори. Нори бумагасы. Мынау жылтыр жағын астына қойып, мына жерін сулаймыз. Енді осының ішіне балығымызды салып ораймыз. Сумен жабыстырып, қазір кляарға батыратын боламыз. Қызып тұрған майға қуырылатын боламыз қазір. 1-8 қылып. Қызып тұрған майымызға жаңағы суши нориға қызыл балықты оратып қойып, соны қуырып аламыз. Осылай қуырып аламыз, сырты қатқанша. Бізде летний салат лососькен. Мұнда жаңа біз кляарға батыр қуырдық қой. Осыны салатқа қоятын боламыз. Жаңағы жасаған микс салатымыз, мен мұнда әдемі болып, цветі әдемі шықсын деп, руккола мен айсбергті ғана қостым. Заправкаңызды осының ішіне салып, сразу араластырсаңыз болады. Немесе кәрілікке салып болғаннан кейін үстіне құйсаңыз да болады. Салатымызды қойып шыққаннан кейін үстіне заправкамызды құямыз. Готовый дрессинг деген соус қолдансаңыз болады. Болмаса, осы ПП заправканы үстіне құйып шығасыз да, жаңағы осы балықтарымызды осылай орналастырып шығамыз.